Сосын біз мысалы бір ас жасаған кезде, той жасаған кезде де жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Инна шарра тағами индаллахи тағамул валима". Алланың қасындағы ең жаман тамақ дейді, тағам, ас. Ол тойға қойылған ас дейді. Қараңыздар. Қандай тойға енді анықтап алайық осы жерде. Юдға лаха ал-агния, байлар шақырылады да, ютракул фуқарау, пақырлар шақырылмай қойылады дейді. Сонда үлкен ас жасап жатқан, той жасап жатқан кезінде егер ол жерде міскіндер отырмаса, біз пайғамбарымызды сүйеміз бе, сүймейміз бе? Ұят қой, оларды қайтып әкелеміз десек біз. Ол не ұят ол? Ол иманның ұяты емес ол. Ол басқа бір ұят, шайтан салып жатқан да. Сондықтан тойыңыздың өзі құлшылық болу үшін үлкен бір ас беріп жатқан кезде пақырлар міндетті түрде жерде болу керек. Жетімдер жерде міндетті түрде болу керек, егер Алла Тағала разы болсын десеңіз. Әйтпесе олар шақырылмаса ол жерге, құрбайлар жиналса, асылы өзі тамақ кімге беріледі? Қарны ашқа беріледі. Дұрыс жей алмай жүрген адамға беріледі. Көптен бері ет жемеген адамға беріледі. Ал енді оны күнде жеп жүрген адамдарды шақырып, не тойлайсың ол? Не той? Той Алла үшін болу керек та. Тойыңа дейін Алланың дидары үшін жасау керексіз, мысалы. Алла риза болған сәттерін сонда, мысалы, жаңағыдай пақырлар, міскіндер деген нәрселерді әкеп, соны енгізіңіздер, стандартты, форматты өзгерту керек кішкене. Халық осылай жасап жатыр, осылай жаса береміз деп. Сіз Мұхаммед пайғамбардың үмбетісіз. Сізден шықпаса кімден шығады бұндай жаңалықтар? Бұндай жақсылықтар кімден шығады? Сізге қарап тұр бүкіл әлем, бүкіл жердің беті қарап тұр. Осылардан жақсылықтар қашан шығады екен деп. Міне сондықтан шығару керек бұл жақсылықтарды. Жаңа пайғамбарымыз анық айтып тұр ғой. Тамақ астардың ең жаманы сондай бір тойға қойылған ас, байлары шақырылып, кедейлері, жаңа пақырлары шақырылмаған дейді. Немесе бір риуаятында айтады: "Юмнағу минха маниати". Сол тойға келетқан адамдарды қуып жібереді дейді бүйтіп. "Ей, кетіңдер, сендер шақырылған жоқсыңдар" деп. Ал келгісі келмей тәкаппарлап тұрғандарды "Қашан келесіңдер, қашан келесіңдер" деп тұрады дейді. Осындай тағамдар, осындай астар дейді. Бұл ең жаман астар дейді жердің бетіндегі. Сондықтан қай нәрсені жасасаң да кешегі аятқа қайтып келеді. Ең бірінші не деді? Ақиму уджухакум. Жүздеріңді Аллаға қойыңдар деп жатыр ғой. Со жаққа тұрғызыңдар, со жаққа түзеліңдер. Одан кейін әрбір ісің тек соның дидары үшін істелу керек сіздің. Той ма, үйлену ма, жұмысқа кіру ма, диплом ба, қай нәрсе, күллі өзіңе сән болып көрінген нәрсенің бәрін Аллаға істету керексіз да. Міне, сонда сізді Алла Тағала өзінің діні үшін, өзінің жаңағы бір жақсы амалдар үшін пайдаланады жердің бетінде. Әйтпесе сізді не нәпсі, не жаңағы шайтан өзінің мақсаттарына пайдаланып кетуі мүмкін. Міне осындай нәрселерден Алла Тағала бізді сақтап жатыр.